сіздерге Чиполлиноның басынан кешкендері ертегісін таныстырғымыз келіп отыр. Чиполлиноның басынан кешкендері кішкентай балақай, және де ол жай ғана балақай емес, өздеріңіз мұқабасынан көріп отырғандай, пияз балақай Чиполлино туралы әдемі оқиғалар желісінен құралған ертегі. Кітаптың басты кейіпкері көңілді әрі тентек мінезді Чиполлино. Ол жеміс-жидек пен көкөністердің әлемінде тұрады. Бір күні достарымен бірге халықты әбден қинап, мазасын кетірген қатыгез ханзада Лимонға, ашушаң сеньор Қызанақ пен сүйкімсіз шие графиняға қарсы тұрады. Міне, достар осы жолда небір қиындыққа тап болса да, мойымай жеңіске жетуге тырысады. Чиполлино сөзі итальян тілінен аударғанда пияз дегенді білдіреді. Бұл кітаптың балаларға берер өте көп. Біріншіден, балаларды мейірімділікке, бір-бірімен дос болуға, әділетсіздіктерге қарсы тұруға үйретеді. Сондықтан сіздерге біздің Чиполлиноның басынан кешкендерін оқуға кеңес береміз.